сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 59-шы сабақты бірге талқылайық. 32-ші жаттығу тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжа. Сонан соң өлеңді оқы. Құрылысшы. Қолда темір қалағым, саздан сарай қаладым. Алматыдан аумайтын әсем қала саламын. Өлеңнің авторы Жекербек Задыханов. Ал сен өз қалаңа қандай сәулетті ғимараттар салар едіңдер? Өлеңнің тақырыбы бұл жерде құрылысшы еңбегі деуге болады. Мазмұны өлеңде құрылысшының еңбегі қала салудағы мақтанышы туралы айтылған. Ал мен өз қалама салар едім, мысалы мектеп, аурухана, спорт сарайы, саябақтарды салар едім. 33-ші жаттығу көңіл қойып оқысаң, екі жолдан тұратын мақал шығады. Сол мақалды тауып жаз. Ақыл жастан шығады, асыл тастан шығады. Сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықтармен сыз. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызып көрсет. Бірінші сөйлем ақыл жастан шығады. Бастауыш бір сызықпен сызамыз. Ақыл кім, не деген сұраққа жауап береді. Баяндауыш шығады, не істейді деген сұраққа жауап береді. Оны екі сызықпен сызамыз. Толықтауыш бұл тұрлаусыз мүше. Жастан, неден? Ирек сызықпен сызамыз. Ақыл жастан шығады. Екінші сөйлем асыл тастан шығады. Бастауыш асыл. Бір сызықпен сызамыз. Баяндауыш шығады, не істейді деген сұраққа жауап береді. Бұны екі сызықпен сызамыз. Толықтауыш тастан, неден деген сұраққа жауап береді. Бұны ирек сызықпен сызамыз. Екі сөйлемде құрылысы жағынан ұқсас. Бастауыш тұрлаусыз мүше, баяндауыш байланысында тұр. Тапсырма түсінікті болса, келесі тапсырманы орындайық. 34-ші жаттығу суреттегі зат атауларының алғашқы әріптерінен сөз құрап оқы. Шыққан сөз туралы не білетініңді айт. Зат атауларының алғашқы әріптері, мысалы, П, ине, И, ал бұлардың барлығын қосқанда пирамида сөзі шықты. Пирамида ежелгі құрылыс. Ол Египет елінде орналасқан. Пирамидаларды фараондарға арнап салған. Олар өте биік және берік тас ғимараттар. 35-ші жаттығу сөйлемдерді мағыналық байланысына қарай мәтін шығатындай етіп жаз. Мәтінге ат қой. Және төмендегі тапсырманы бірге орындайық. Медеу мұз айдыны сәулет өнеріне жата ма? Ойыңмен бөліс. Онда балалар тапсырманы бірге орындайық. Мәтін Медеу мұз айдынында деп тақырып қойсақ болады. Балалар мұз айдынға келді. Жандос пен Гүлназ коньки теуіп жүр. Айжан мұнда бірінші рет келген еді. Ол әлі өздігінен коньки тебе алмайды. Оған достары көмектесті. Жауап. Төмендегі тапсырманың жауабы. Медеу мұз айдыны сәулет өнеріне жатады. Өйткені ол адам қолымен салынған әдемі ғимарат. Балалар, осымен біздегі бүгінгі сабақтың тапсырмалары аяқталды. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар балалар. Келесі видеоларды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.